Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Алмас. Ұлы болжамшы Ванганың 2020 жыл үшін болжамдары. Болгариялық ұлы болжамшы Ванга қайтыс болғанына 24 жыл болды. Бірақ та оның айтып кеткен болжамдары біртіндеп өзінің дәлелін табуда. Ванга 2020 жылы адамзатты қандай қауіп-қатер күтіп тұрғанында болжамдап кеткен. Ванганың айтуына қарағанда 2020 жыл қаржылық дағдарыспен басталады екен. Көптеген мемлекеттер қатты зардап шегеді. Одан ары жер бетінде табиғи апаттар да көп күзетіледі. Бұл күннің активдесуіне байланысты болады. Уақыт келеді, күн сәулесін шашады, бірақ та жерге жылулық бермейді. Алайда бұл болжамды НАСА ғалымдары да дұрыс екендігін айтып отыр. Ванганың болжамына қарағанда батыс Еуропада діни тәртіпсіздіктер, соқтығыстар бірнеше жыл бойы болады. 2020 жылы аяқталуында Ресей және Украина қарым-қатынасына шешім табылады. 2020 жыл Ресейде құрғақшылық болады, алайда халықаралық алаңда сәттілік қазанады. Қытай, Үндістан, Ресей одағы түзіледі. Өткен ғасыр орталарында болгариялық танықты болжамшы Ванга екінші дүниежүзілік соғысы бойынша айтқан еді. Мәліметтерге қарағанда 1960 жылы Ванга СССР Совет одағының тарқалуы және Ресейдің тіктелуін болжамдаған еді. Қазір сіздің мемлекетіңіз Совет одағы деп аталып жатқан болса да деген еді. Bir күн Ресей қайтады, бірақ көптеген катаклизмдерді басынан өткереді. Болжамшының айтуынша 1990 жылға келіп Ресей даму кезеңіне кіреді. Адамдар түптен өзгеріп кетеді. Адамдар өмірінде үзілістер көп болады. 2020 жылы табиғи апаттар да өте көп күзетіледі. Жануарлар еті жеуге жарақсыз болып қалады. Адамгершілік жоғалады. Мұхит суы қара түске кіреді. Оны ішіп болмайды. Су астындағы ағымдар тоқтайды. Үшінші дүниежүзілік соғыс шығыста басталып, алдын кішкентай жерде болып, одан ары бүкіл жер жүзін қаптап алады. Ядролар жұмысқа түседі. ақш көп жыл бойы жасауға жарақсыз болып қалады. Су қымбаттап кетеді. Өсімдіктер мен жануарлар қырылып кетеді. Одан ары жер бетінде тыныштық болып қалады. Дұрыс достар, бұл болжамды ескеннен соң адамзаттың ертеңге болған қызығуы жоғалып кетуі мүмкін. Алайда біз мұсылманбыз. Біз пендесін емес, біз Аллаға сенуіміз керек. Сіздермен болған Жаңғабаев Алмас. Видео ұнаған болса, лайк басып, арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.